Сәлем асүйхан шайымдары. Бүгін оразаның 16 күнінде сіздермен күріштен осындай ерекше дәмді тамақ әзірлейтін боламыз. Рецептісін видеоның астына міндетті түрде қалдырамын. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Алдымен етті турап, ет тартқыштан өткізіп, тұзын, бұрышын қосып, осылай домалақтап жасап алдым. Енді көкөністердің барлығын аршып, тазалап, турап алдым. Қазанға май құйып, күрішті салып, кішкене қуырып жібердім. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді күріштің бетінен асатындай қылып су құйып, алдымен бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Одан кейін астын басып, баяу отта пісіреміз. Енді екінші тұсымызға да май құйып, алдымен пиязды, одан кейін сәбізімізді салып, қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын салдым. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосуға болады. Приправа, тұз және де паприка қостым. Енді картошкамызды салып, тағы бір мәрте қуырамыз. Турап алған қызыл бұрышымызды саламыз. Суымызды құйып, 40 минуттай қайнатып аламыз. Енді майдалап жасап алған рехаттекелерімізді салып шығамыз. 20-25 минут қайнатсақ жеткілікті. Тамағымыз дайын болды. Енді күрішімізді әдемі етіп ұсыну үшін осылай ыдысқа саламыз. Негізгі маған жері осылай ұсынсаңыздар өте ерекше, дәмді және сәнді көрінеді екен. Дайын подливымызды саламыз. Біздің тамағымыз дайын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.